Ассаламу алейкум, ұжымағына жетіп атырған хапте дауымында республикамыз тұрмысында жүз берген ахметлі уақиялардың шолуымен эфирде хаптелік бағдарламасы. Мәжбүри минет не екенлігіне түсінік беру шарт емес, мәжбүри минетті қадаған ететұғын нормалар халықаралық һәм милли низамшылығымызда өз көрінісін тапқан. Хабарыңыз болса, 2020 жыл пақта терімі мапазында мәжбүри минеттің алдын алу үшін республикалық іші топар түзіліп, терімшілерге жаратылған шараятлар терім пуларының өз уақытында һәм толық берілуін қадағалау мақсатында орынларда болған еді. Іші топардың нәубеттегі өткерілген мәжілісінде болса, республика бойынша пақта терімі мапазында мәжбүри минеттің алдын алу бойынша әмелге асырылған жұмыслардың жұмағы талқыланды. Бұйыл шын мәністе пақта терімі мапазына алдыңғыдай көмек деп қаралмады. Терімге шартнама тикарында қалеушілер бар батыр. Солай болса да орларда пақта терімі үшін мәжбүри минетке жол қоймау мақсатында сенат ағзаларынан ібарат ішші топар аймақларда тұрақлы түрде болып, мәжбүри минеттің алдын алу процесін үйренді. Терімшілерге жаратылған шараятлар әсіресе пандемия шарайтынан келіп шыққан алда олардың денсаулығына айрықша әтібар қарату бойынша істелген жұмыслар менен де танысты. Байтақтымызда өткерілген мәжіліс әйне осы бағдарда сенат ағзаларының үйрену нәтижелеріне бағышланды. Жұмыссыз һәм уақытша бәнд болмаған бұқаралардан ібарат терімшілер отряды пақта атызларында өнімді жинап алуға үлес қосты һәм ітібарлысы минетіне жараса хақы да алмақта деді мәжіліс қатынасушылары. Сонда айтып өту керек, бұқаралар тарапынан наразылықтар білдірілген мүражатлер де келіп түскен һәм өз уақытында кемшіліктердің сапластырылуына да ерсілген. Қарақалпақстанның hamma tumanlarda o'rganishlar o'tkazdik. Bugun farzandlarimiz o'qiyapti. Farzandlarimiz bilim olishi kerak. Mana bugun doktorlarimiz kasallarni davolayapti. Bugun ustozlarimiz farzandlarimizga bilim beryapti. Bugun mana shu joylarda ko'ryapmiz, xalqimiz dalada paxtani yig'ib, mana Qoraqalpog'iston Respublikasi ham erta-indin mana shu oldiga qo'ygan vazifalarni bajarish arafasida. Daladagi paxtalar terilibdi. Qishloq aholisiga, xalqimizga pullari vaqtida berilyapti. Ularga sharoitlar yaratilyapti. Ularga mana issiq ovqatlar qilinyapti va dalada mana shu o'zlari fermerlar bilan shartnoma qilib borib mana paxtani yig'ib terib oxirgi musqaloqcha yig'ib terishlarda bugun joylarga chiqqanimizda ichki guruhimiz bilan ko'rdik. Bu ishlar davom qiladi. Chunki mana butun mana Birlashgan Millatlar Tashkiloti, dunyo hamjamiyati, mana xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda mana shu majburiy mehnat, bolalar mehnatdan foydalanadi deb mana shu paxtamizni boykot qilish masalalari ham bo'layotgan edi. Mana prezidentimiz shu masalada oldimizga juda katta vazifa qo'ydilar. Parlamentning oldiga vazifa qo'ydilar. Biz mana shu xalqimiz bilan birga bo'lib, ularning sharoitlarini ko'rib, ularga mana shu paxta pullarni vaqtida berishlarini mana shu ishchi guruhimiz bilan kuzatdik. Sessiyalarda bu masalalarni muhokama qildik. Терім мапазында мәжбүри минетті жоқ ету, айта кететұғыны балалар минетіне жол қойма бойынша қатаң іске кірісілді. Һәм нәтиже қандай деген сұрауменен депутатқа mürajaat еттік. Ushbu o'rganishlarimiz natijasida quvonarlisi shuki, majburiy mehnatga umuman barham berilganligi, majburiy mehnat holatlari umuman ko'zga tashlanmadi. Yoshlar mehnati esa umuman ko'zga tashlanmadi. Joylarda sanitariya pandemiya talablariga rioya qilinmaganligi, ishchilarga munosib sharoitlar yaratilmaganligi bo'yicha ayrim kamchiliklar ko'zga tashlandi. Bu kamchiliklarni joylarda bartaraf qilindi. Pullarni o'z vaqtida berilmasligi, o'z vaqtida moliyalashtirilmasligi holatlari tegishli tashkilotlar, banklar va Moliya vazirligi tomonidan o'z nazoratga olinganligi guvohi bo'lindi. Адам саудасы, инсан құқылары, мәжбүри минет. Бұлар халықаралық рейтинг һәм индекслерде Өзбекстанның имиджінің жаратылуына тікелей тәсір етеді. Соңғы жылдарда мәжбүри минеттің алдын алу үшін болған әрекетлер болса, мемлекеттің абырайы үшін ғана емес, шын мәнісінде өз бұқарасының мәпін қорғайды. Өйткені рауажланған жәмиетте инсан құқыларының бұзылуына жол қойылмау керек. Мәжілісте ішші топар тарапынан Қарақалпақстан Республикасында пақта жиын терімі мапазында мәжбүри минеттің алдын алу бойынша істелген жұмыстар қанағаттандырарлы деп табылды. 25 октябрь Өзбекстан Республикасы ішкі істер органлары қызметкерлері күні. Ішкі істер органлары қызметкерлері һәм нұранилеріне президентіміз өзінің байрам құттықтауын жолдады. Онда былай делінген: Құрметлі ішкі істер системасы қызметкерлері, қадірлі офицер һәм генераллар, сержантлар һәм қатардағылар.
құрметлі нұранилер. Алдыменен сіздерді 25 октябрь Өзбекстан Республикасы ішкі істер органлары қызметкерлері күніменен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекетіміз басшысы осылайша өзінің жылы тілеклерін білдірер екен. Кейінгі 4 жыл ішінде барлық тараудағы сияқлы ішкі істер системасында да реформалар әмелге асырылып батырғаны. Нәтижеде тараудағы барлық бөлімдер, сол қатары профилактика, жинаят қыдыру, тергеу, жол, патруль, пост қызметлері, эксперт криминалистика һәм паспорт бөлімдері бүткілі жаңаша критериялар негізінде қайта қалыптастырылгенлігі. Қызметкерлер өздерінің жұмысына байланысты болмаған көптеген жұмыслардан азат етілгені, тарауда жұмыслардың нәтижелігін арттыруда бүгін Ахметлі Тикар болғанлығында атап өтті. Олардың қызметлеріне мүнәсіп баха берді. Шаңырақта ұл перзент дүнияға келер екен отан қорғаушысы туылды дейді. Һәммеде перзенттің елге пайдасы тиетұғын, жәмиетте өз орнын тапқан шақс болуын қалейді. Осы жолда тәрбиялайды. Бүгін ішкі істер тарауында қызмет етіп батырған тарау пидайларын міне осындай ұлы мақсат һәм елге туылған жерге сүйіспеншілік рухында тәрбияланған хақиқи ел азаматлары деп айту мүмкін. Ораларда ішкі істер ұйымы қызметкерлерінің кәсіптік байрамы президентіміздің тарау қызметкерлеріне жоллаған құттықтауынан рухланған халда кең түрде белгіленіп өтілді. Беруни һәм Қоңырат районларында сәне мөнәсәбәтіменен ішкі істер бөлімлерінің бір топар қызметкерлері хүрмет жарлығы һәм сауғалар менен қошаметленді. Президентіміз тарапынан әмелге асырылып отырған ішкі істер органлары тарауында алып барылып отырған исахатлар нәтижесінде міне көп жетіскенліктерге жетісіп жатырмыз. Көп ішкі істер органларына президентіміз тарапынан көп имканиятлар жаратылып жатыр. Мысал ретінде айтатын болсақ, міне профилактика инспекторлары har biri өзінің аймағында қызмет үйлермен тәмінленіп, қала берсе автотранспортпен тәмінленіп, жұмыс істеуде аяғы жеңіл болып, халыққа қызмет қылып жатыр. Біздердің бірінші мақсатымыз қараларды назарат ету емес, бәлки олардың дәртін тыңлау. Қандай момалар бар болса, оларға жәрдем беру. Халықтың пазбаны болу біздер бірінші мақсатқа қойғанбыз. Қазіргі уақытта қаралардың тыншылығын сақлау, олардың қауіпсіздігін тәмінлеу, жинаятшылықтың бар уақыт алдын алу, бұзарлықлар профилактикасын тәмінлеу мақсатында үлкен көлемде тек қана ішкі істер емес, бәлки барлық тәшкилат, кархана мен біргелікте жұмыс әмелге асырылып жатырмыз. Міне тағы бір өзгерістердің бірі қазіргі уақытта Милли гвардиямен біргелікте ішкі істер үлкен жұмыс алып барып жатыр, соның нәтижесін қазір көрініп тұрыпты. Міне күні кеше құрметлі президентіміз ішкі істер органлары хадымларын күні мұнасабетіменен өзінің тәбригін жолдады. Бұны барлық шақси тәркіп көріп, оларға қала берсе мен өзіме үлкен бір күш қуат беріп, келешекте жинаятшылықтың алдын алу барысында бұзарлықлар профилактикасын тәмінлеу, қала берсе міне бұқараларымыздың тыншылығын сақлау, олардың қауіпсіздігін тәмінлеу мақсатында шаршамастан, тынбастан жұмыс алып барып, келешекте үлкен өзгерістер қыламыз деген үміттемін. Сәне мөнәсәбәтіменен президентіміздің арнаулы пәрманына муафық мемлекетіміз ішкі істер органларында көп жылық нәтижелі минеті, елімізде жәмиет қауіпсіздігі, халқымыздың парауалығын тәмінлеу, тынышлық һәм тұрақтылықты бекемлеу, құқық бұзарлықлар профилактикасы нәтижелігін арттыру, жинаятшылыққа қарсы күресу системасын жетілдіру бағдарындағы айрықша қызметлері үшін бір топар қызметкерлер орден һәм медаллар менен сыйлықтанды. Әзір күнде ішкі істер қызметкерлеріне талап күшейген. Соған қарамай ішкі істер қызметкерлері өзінің күш қайратын, білімін жұмсап келмекте. Міне бізде Кегел районында бір қанша жұмыстар алып бармақтамыз. Алып қарайтын болсақ, дүнияның түрлі жерлерінде түрлі қауіп қатерлер болып тұрыпты. Біз қызметкерлер бұндай жағдайларды өзімізді сергектілікке бағышлағанбыз. Бұндай жағдайларды трансмилли жинаят, экстремизм, терроризм, наркобизнес, коррупция сияқты қауіп қатерлерге қарсы күресу жұмыстарын алып бармақтамыз. Міне осындай аз кем минет жұмыстарымызды инабатқа алып, құрметлі президентіміз парманыменен садық қызметлері үшін медалыменен сыйлықландым. Бұндан жүде миннетдармын, қуаныштамын. Алдағы уақытларда елімізге, халқымызға қызмет етуде, тыныштығын сақлауда, қауіпсіздігін қорғауда қызмет ете береміз. Барлық ұстазларым һәм кәсіптестерімді бүгінгі кәсіптік байраммен құттықтаймын.
Азыр күндө Коңорат район ички иштер бөлүмү жанында тергөө бөлүмчесинде кызмет этип атырман. Ички иштер уюмдары кәсиптик байрам күнү карсаңында президентimiz тарапынан bunday жогору сыйлык берилүү мен үчүн күтүлмөгөн кубанычтуу окуя болду. Президентimiz ички иштер уюм кызметкерлерин кәсиптик байрамы менен кутлуклар экен тароо алдында турган тикаргы вазифаларга токтоп өтүү менен бир катарда өз кутлуклоо сөзүндө эгер мамлекет сүйөнө турган тикаргы үстүн низам болсо onun күшін әмелде көрсете алатығын ең нәтижелі система бұл ішкі істерде тарауы деп біз ішкі істер қызметкерлеріне жоғары бақа беріп өтті. Маған берілген жоғары мемлекеттік сыйлық тек менің ғана емес, менен қызмет етіп атырған ішкі істер ұйымы қызметкерлеріне берілген сыйлық деп есаплаймын. Осындай жоғары ітібардан рухланып, халқымыздың тыныштығын, жинаятшылықтың алдын алуда бар күш-жігерімді аямаймын. Өзім менен бір қатарда қызмет етіп атырған ішкі істер ұйымдар қызметкерлерінің бүгінгі кәсіптік байрам менен шын жүректен құттықтай отырып, олардың машақатлы жұмысларында тасқын табыстар тілеймін. Тынычлық, бейбақа байлық, оны сақлау, бұл жолда жанын піда ету, бұл мәканда жасап атырған әрбір бұқараның мұқаддес вазипасы. Атап өту керек, парауан өміріміз, тынық аспанымыз, жаннан азиз балаларымыздың қуанышлы күлкісі. Ата-аналарымыз бенен жақынларымыздың парауан тұрмыс кешіруі, еліміздегі тұрақлылық, міне осы тынычлықтың арқасында. Өз нәубетінде бұл жолда аянбастан қызмет етіп атырған тарау уәкілдері бар. Олар ішкі істер органдары қызметкерлері. Олардың бірі хақында әзіргі сюжетіміз. Әр күні көшелерімізде таң азаннан өмір қайнайды. Кімдір жұмысқа, оқуға және басқалар жақынларына асықпақта. Көз алдыңызға келтіріп көрің. Автотранспортлар харекетленуші көшелерде жол белгілері орнатылмаған. Не болады? Әлбетте тәртіпсіздік. Хәтте жол шырақлары өшік тұрған бір пұрсатлық уақыттың өзінде автомашина басқарушылары біраз әуерегершілікке ұшырайтұғыны анық. Біздің бүгінгі қаһарманымызды әр күнгіше өз жұмыс орнына келер екен, республикамыздың қайсы бір орнында жүз берген жол транспорт хадисесі, оның себеплері үстінде бас қатырып, бұндай жағдайларды болдырмау үшін не істеу керек деген мәселеде ой жортады. Подполковник Рашид Машарипов жұмысын ішкі істер органында 2003 жылда Беруниде профилактика инспекторы лауазымнан басылаған қаһарманымыз бүгінгі күнде Қарақалпақстан Республикасы ішкі істер министрлігі жол әрекеті қауіпсіздігі басқармасында жауапкер лауазымлардың бірінде дауам ettірмекте. Ісіне жауапкершіліклі, талапшаңлығы, орны келгенде жұмыс бабында кәсіплеслері менен тартысылып пікірлерге барып, айтысып, шертісіп те қалатұғын туыры сөзлі, білімлі, тәжірибелі инсан сыпатында бүгінгі күнде шәкіртлері де оған әр тіріплеме ұқсауды қалайды. Рашид ағаны ұстаз сыпатында жұмысқа болған талапшаңлығы, yaxshi o'rgatishi, hayot tajribalarini saboq beradi. Bilmaganlarimizni o'rgatadi, tushunmaganimizni tushuntiradi. Yaxshi bir ustoz sifatida hurmat etamiz Rashid. Инсанның өмірде жақсы нәтижелерге, табыстарға ерісуінде шаңырақтағы саламат орталықта ахметлі орын тұтады. Қаһарманымыздың да ауызбіршіліклі тату шаңырағы, бір-бірінен мехрибан ұл қызлары бар. Оларда бүгін мүнәсіп перзент болуға, жәмиеттен өз орнын табуға тырысар екен, әкесінен әр тәріплеме өрнек алуға әрекет етеді. Dedemle içki işler xodimligi bo'lganida faxrlanaman. Dedemni va boshqa kasbdoshlarni bayram bilan tabriklayman. Қаһарманымыздың іскерлігі алып барып атырған жұмысларының бақасы деп айтатығын болсақ, биыл ғаресіздігіміздің 29 жыллығы мұнасибетіменен президентіміздің арнаулы пәрманына муапық саудық қызматлары үшін медалы менен сыйлықланды. Бұл бүгін Рашид Юсупбаевичке жолларда әрекет қауіпсіздігін тәминлеудей оғада ахметлі болған вазипада өз ісіне еліде жауапкершілік, күш-қайрат бағышламақта. Keyingi yillarda respublika hududida transport vositalarining soni kun sayin oshib ketayotganligi sababli ularda harakat xavfsizligini ta'minlash hamda yo'l transport hodisasining oldini olish bo'yicha ham o'ziga yarasha bir qancha muammolarni keltirib chiqaryapti. Shuningdek, respublika hududida yo'l transport hodisasining oldini olish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan bir qator qarorlar hamda Vazirlar Mahkamasi tomonidan bir qator qarorlar chiqib, ularning ijrosini ta'minlash bo'yicha juda katta mas'uliyatli vazifalar yuklatilib berilgan ichki ishlar xodimlariga. Shuningdek, yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlarining asosiy vazifasi respublika hududidagi avtomobillar va ko'chalarda yo'l transport hodisalarining oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash vazifalari yuklatilgan. Yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha sodir bo'lgan vaqtida voqea joyiga boshqa sohaviy xizmat xodimlari bilan birgalikda borib,
shu yo'l transport hodisasi joyidan yo'l transport hodisasining kelib chiqish sabablari, ularga yaratilayotgan shart-sharoitlar hammasi o'rganib chiqilmoqda. Shu yo'llarga egalik qiluvchi korxonalar hamda mahalliy hokimliklar xodimlari bilan birgalikda o'rganib chiqilib, shu asosan yo'l transport hodisalarining kelib chiqishini aniqlash va ularning kelgusida oldini olish bo'yicha chora-tadbirlar belgilash kabi vazifalar yuklatilgan. Shu sababli asosan yo'llarning qatnov qismini kengaytirish, piyodalar yo'lakchasini qurish hamda svetofor zarurati tug'ilib turgan joylarga svetofor o'rnatish hamda qo'shimcha yo'l belgilash o'rnatish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Президентimiz тарау қызметкерлеріне құтлықлауында егер мемлекет сүйенетұғын текарғы дерек нызам болса, оның күшін әмелде көрсететұғын ең нәтижелі система бұл ішкі істер тарауы десек, әне хақиқатты айтқан боламыз деген еді. Дұрысында да, тарауда міне ұсындай пидайы ел азаматлары бар екен, ертеңгі күнімізге сенім артады. Һәм барлық жетіскерліктеріміздің негізі де тынышлықта екенлігін жақсы аңлауымыз керек. Соңғы жылларда республикамыздың су барып жетпеген аймақларында арал бойы аймағын рауажландыру бағдарламасы текарында халықты орайластырылған ішімлік суымен тәмелеу бойынша кең көлемді ілежлар алып барылмақта. Бұл жұмыстар республикамыздың ең шеткі аймақларында да баслап жіберілді. Шымбай районында халыққа таза ішімлік су жеткеріп беру, ақаба су, яғни канализация тармақларын реконструкциялау ісілеріне айрықша әтібар қаратылмақта. Районда 112 мыңнан астам халық болып, сонан 49,7 мыңы орайласқан ішімлік су, 62,6 мыңнан астамы альтернатив су тармақларынан пайдаланбақта. Биылғы жылда мемлекеттік инвестиция бағдарламасы бойынша бағасы 17,4 миллиард сом болған 19,5 километр су тармақларын құру, һәм Шымбай су бөлістіру тармағында реконструкциялау һәмде бір дана суды тазалаушы станциясын құру ісілері алып барылмақта. Сонда айтып өту керек, ішімлік су һәм ақыба су системасын рауажландыру қорының қаржысы есабынан жойбар бағасы 3,7 миллиард сомлық Шымбай су бөлістіру тармағында реконструкция жұмысларының екінші басқышы әмелге асырылып жатыр. Сонымен бірге қазіргі уақытта райондағы магистрал су тармақларын реконструкциялау ісілері де қолға алынған. Себебі район орайында тартылған су тармақларына көп жыл болғандықтан бұлардың тозуы жеткен. Бұрынғысының орнына күшлі басымға шыдам беретұғын жаңа пластмасса трубаларды алмастыру жұмыслары басылап жіберілді. Сметалық бағасы 3 миллиард 155 миллион сомлық 3,1 километр су тармағы реконструкция болып атырды. Бұның нәтижесінде Шымбай районының 60% таза ішімлік суымен тәмінленеді һәм жақсыланады. Шымбай районының бас су жинау саружинесінде сметалық бағасы 3 миллиард 652 миллион сомлық жұмыс алып барылып атыпты. Және де мына Шымбай районында тазадан салынып атырған көп қабатлы имараттар үшін ақаба су тармақлары құрылып, объекті іске түсу алдында тұрыпты. Бұның нәтижесінде 6,6 километр су тармағы тартылады. Қызылөзек ауыл бұқаралар жиынында сметалық бағасы 789 миллион сомлық 5,2 километр су тармағы жаңадан тартылды һәм реконструкция ісленді. Бұның нәтижесінде ауыл аймағындағы 300-ден астам қожалық таза ішімлік суымен тәмінленді һәм жақсыланды. Тақтакөпір районында да ең шеткі аймақлардағы халықты таза ішімлік сумен тәмінлеу ілажылары қолға алынбақта. Жаңадария ауыл бұқаралар жиыны райондағы ең шеткі аймақлардың бірі. Аймақтағы 1994 жылы құрылған су тазалаушы үскене, яғни Экостан ауыл халқы пайдаланып келген болса, 2010 жылға келіп бұл жердегі су трубаларының шіруі һәм тозуы жеткенлігі себебінен жарамсыз болып істемей тұрған еді. Соннан берлі ауыл халқы су машқаласынан қиналды. Жақында арал бойы аймағын рауажландыру қоры есабынан су тазалаушы үскененің реконструкция жұмысларына жәмі 1 миллиард 950 миллион сомлық қаржы ажыратылды. Қазір ізбес құрылыс монтаж жұмыслары давам етпекте. Жаңадария ауыл бұқаралар жиыны орайына жаңадан 2020 жылы 5,3 километр таза тармақ тартылып, бүгінгі толық жұмақланды. Қазіргі уақытта ішкі насосныйымыз жаңадан реконструкцияланып, сыртқы заборлары толығымен бітті. Октябрь айының ақырында халыққа таза ішімлік суымен тәмінлеп беру мүмкіншілігінде ие 110 қожалықты толығымен таза ішімлік суымен тәмінлеу мүмкіншілігі бар. Көріп тұрғаныңыздай, қазір құрылысшылар суды жинап, тазалап беруші орылардағы соңғы монтажлау жұмысларын алып бармақта. Жаңа су тазалаушы үскене 100 метр куб суды шығару қуаттылығына ие.
Бұл жердегі ісілер тез арада жұмақланса, демек аймақтағы 110 қожалық таза ішімдік су менен тәминленеді. Ішімдік суы осы уақытқа дейін машқала болып келе жатыр еді. Себебі бұл құрылған ішімдік суын тазалаушы үскенелер көнерген, жарамсыз халатқа келіп қалған еді. Халқымызды таза ішімдік суымен тәминлеу мақсатында аймағымызға жаңадан реконструкция жұмыстары алып барылып жатырыпты. Бұған халқымыз жүдә қуанышты. Халқымызда су келтірген елде әзиз деген сөз бекарға айтылмаған. Ауыл тұрғыны Көбейсін Әлімбетов та бұл ісілерден миннетар екенлігін білдіріп, өз қуанышын біздерменен бірге бөлісті. Бұрынғы жылдары біздер суды құдықтан, скважинадан, баспа крандардан ішетін едік. Мына бала шағалар үшін көп мінекей жеңілдіктер істеп беріп жатыр. Өкіметімізге, мемлекетімізге рахмет. Маржанкөл ауыл қаралар жиынында район орайынан әдеуір ұзақлықта жайласқан. Аймақ абат ауыл бағдарламасына кіргізілген болып, абаданластыру жұмыстары да басылап жіберілген. Ауыл арасындағы көшелерге шебілер төселіп, электр сымлары да жаңадан тартылмақта. Тек бұл жерде мәселе ішімдік су машқаласы болып қалмақта. Алдын аймақ тұрғылары экос суынан пайдаланып тұрған болса, кейін үскене тозып жарамсыз халға келіп қалғаннан кейін адамлар ішімдік суды баспа кранлардан ямаса, басқа да жерлерден тасып пайдаланып келді. Олардың бұл машқаласы да өз шешімін тапты. Яғни су тазалаушы үскене құрылысы үшін Арал бойы аймағын рауажандыру қоры есабынан бұл жердің реконструкция жұмысларына 1 миллиард 700 миллион сомнан астам қаржы ажыратылды. Бізде бұрыннан келе жатқан су машқаласы еді. Көп жылдан бері халық баспа краннан басқа жақтардан тасып қиналатын еді. Енді рахмет, биылғы жылы міне осы қиыншылық дәуірге қарамай абат махалла дәстүріне кіргізіп, қазіргі уақытта 5,5 километр водопроводтың құбырлары тартылды. Тек жұмыс енді мына ішкі монтаждау жұмыстары қалып, аяқталуға жақын қалып тұрыпты. Міне халық жүдә бір риза осы істеліп атқан мемлекетімізге, сол көзқарасына, бізге халыққа деген рахметтерін айтып жатыр. Бір сөзбен айтқанда, халықтың таза ішімдік суға болған талабы осы жылдың өзінде алдыңғы жылларға салыстырғанда 2 есеге қанағаттандырылды. Әлбетте, халықтың абадан тұрмысы үшін істелініп отырған бұндай қайырлы істен ауыл тұрғындары да миннеттар. Ауылымызға абат махалдаға кіріп, көп нәрселер істелініп жатыр. Қолы гүл құрылысшылар 5,5 километрлік водопровод линиясын салды. Мына жолдарымызға асфальт төселіп, абадандасып, бұрынғыдан көп жақсы болып, мына тоқтарымыздан қайтадан линиялар тартылып жатыр. Көп рахметімізді айтамыз. Шалғайдағы ауыл болсаған үкіметтің диққатының арқасында көп нәрселер істелініп жатыр. Халық риза. Хақиқатында да ауыл аймақтарда таза ішімдік су менен үзіліксіз тәминлеу жолындағы осындай әмелге асырылып отырған кең көлемлі ләжлар халқымыздың ертеңгі абадан тұрмысын тәминлеу жолындағы әхметлі бағдарлардың бірі болары анық. Ақылы газ есаплағышлар бүгін Нөгіз қаласындағы бұқаралардың қожалықларына орнатылып батырған бұл үскененің қолайлығы, абзалығы қандай? Келесі репортажымызда бұл хақында мағлұмат аласыз. Біз Нөгіз қалалық газ таминаты қызметкерлерін жұмыс бабында ұшыраттық. Жаңа ақылы газ есаплағышын бейпұл құрып беріп жатырмыз. Бұл жаңа технология адамдар үшін әр тәреплеме қолайлық жаратады. Басылысы ақылы газ есаплағышларының бұрынғысынан абзал тәреплері көплігінде. Өзбекстан Республикасы бойынша 22 қызыл құдутлар айырып алынған. Сол 22 құдуттың ішінде Нөгіз қаласы кіргізілген. Нөгіз қаласына октябрь, ноябрь, декабрь айларында үшөчік құруымыз керек. Бұл жерде Нөгіз қаласы кіргізілуінің себебі табиғи газды көп істемал қылып тұрған, ақылының дебиторы көп болған құдут болып есапталған есабынан бұл жерде алынған. Бұл бойынша президент қарарының орындалуы бойынша біз шара тәдбірлеріміз істеп алғанбыз. Нөгіз қаласы бойынша 66.700 ақыл қанаданлары болатұғын болса, бұны 4 секторға бөлгенбіз. 4 секторға бөліп, қазір бүгінгі күнде бірінші сектор бойынша қыз кеткен мақаласында үшөчік құрып жатырмыз. Ақылды үшөчіклерді құрылудың мақсаты бұл жерде табиғи газ есабын уақытында алу, екіншісі дебитор қарыздарлықты болдырмау. Бұл жерде міне қазір Нөгіз қаласына ережелестіріп отырған 4 айда үшөчікті құрып болсақ, бұндан кейін аску системасына жалғанады. Әрбір қанаданның қанша жағып отырғаны, қанша қарыздарлығы бары, солар бойынша барлық мағлұматлар базамызда тұрады.
Бүгінгі күнге келіп, барлық тарауларда заманауи алдыңғы технологиялардан пайдалану өзінің жақсы нәтижесін беріп келмекте. Хабарыңыз бар, бүгінгі күнге келіп, электр һәм газ таминаты карханалар тарапынан де ақылы газ һәм электр есаплағышларын орнату істері ізбе-іздікпенен давам еттіріліп жатыр. Бұл бағдарда президентіміз тарапынан арнаулы қарарлар қабыл етіліп, орынлануы бойынша істер қызғын алып барылып жатыр. Нөкіс қаласының барлық аймақтарында бұл жұмыстар басыланып кетті. Ақылы газ есаплағышының және бір абзаллығы сонда ол қауіпсіздік мәселесінде де талапқа жауап береді. Толығырақ Қанегеден жауап аламыз. Атап айтқанда, ақылы газ есаплағыш үскенесінің және бір абзаллығы содан барады. Егер жеке қожалықтарға барып тұрған газ тармағында мысалы авариялық жағдай болуы мүмкін, сөйтіп өшіп қалғанда бір. Екінші және жағдай сол үйдің мысалға табиғи газдан пайдаланғаны бойынша қарыздарлығы автоматты әрі ескертіледі, 3-4 мәрте ескертілген газ тармағынан автомат өшеді. Енді ол үйдің иесі мысалға үйінде болмай қалуы мүмкін. Сонысын газ тармағында болған жағдай авариялық жағдай сапасыздығына қайтадан қосылмай ма? Қосылғанда бұл үйдің иесіне газ, табиғи газ мына регулятор арқылы жетіп бармайды. Пока оның үйдің иесі келіп, регулятордың өзінің міне тиісті орынлары бар, мынаны ашады, міне ашылады. Бірінші бұл үйдегі қолып жатқан қожалықтарға екі басқышыл дейді. Бірінші басқышында екінші басқыш. Газ қосылғанда бірден үйдегі газдер мысалы қосылып кетіп авариялық жағдай болмайды. Болмайды деген сөз. Значит, соның абзалы жақсы, одан бір жақсы бар да бұл. Сосын бұл мынаны үстіне тартылады, кнопкасы тартылып ауа беймелер келеді. Оны жүзде бір аңсатыласқан бұл. Орнына қатырып қойылады. Сөйтіп мерді өзінің бір түрмешегі бар. Күрмешегімді дақанса бір мәрте көтеріп болып жіберіп қалсаң, уже сенің үйіңе газ тармағы ашылады. Деген бұл абзалы сол. Бүгінгі күнде біздің машқаламыз болатұғыны сварщиклеріміз жетіспей жатырды. Міне әзірге бүгінгі пандемия уағында қолынан сварка жұмыстары келетұғын бұқаралар болатұғын болса, ілтимас қылып қаламыз. Бұл жерде нөкіс шақар газге, болмаса құдыдүй газ таминатының міне эксплуатация бөліміне келіп хабарласса болады. Міне бұл жерде бізбенен шартнама түзіледі. Шартнама түзіліп, пластик есап бетілері ашылады. Біздің неміз бойынша барлық счетчикке тиесілі кислородына дейін, карбидына дейін беріледі. Біздің ілтимасымыз болады, егер бос жаңағы газа сваркада істейтұғын бұқаралар болатұғын болса, ілтимас бізге хабарласын. Бұқаралардың газ таминаты бойынша қарыздарлығын болдырмауда, жауапкершілігін арттыруда жаңа ақылы есаплағышлардың құрылуы ұнамлы нәтижесін береді деген үміттеміз. Қояншылық мемлекетімізде халықтың көші өнімдеріне болған талабын қанағаттандыру, азық-ауқат қауіпсіздігін тәминлеуге үлес қосатұғын тарау сипатында айрықша ітібар қаратылып келмекте. Көптеген бұқаралар үй алды қитақ жер майданларында қояншылықпен шұғылданып келмекте. Әзіргі репортажымыз міне сондай шаңырақлардың бірі хақында. Hasan aka, sizga nima zarur shuncha qalbi? Qanday qilib shu ishga bosh qo'shganimga o'zim ham hayronman. So'ygan ko'zim qiymaydi. Birovga beraman desam olmaydi. Keyin har donasini 5 so'mdan pullash niyati chiqib qoldi. Bilasanmi qancha pul bo'ladi? Quyonlarni pullamoqchi bo'lyapsizmi? Sotaman. Tamila kenaying uchun sotaman. Бұл көпшілікке таныс ретро фильм болған әжайып қиялпараз. Тұрсында да фильм қаһарманы Қасан қоян бағып, оны көбейтіп дарамат алуды ойлап, әжайып қияллар сүреді. Бұның үшін хатте достар да оның үстінен күледі. Бірақ енді сол Қасанның хоббисі бүгін реал дарамат дерегіне айланды. Қояншылық хақиқи мәнде тармаққа айланып, адамларды жұмыслы етіп, шаңырақларға берекет алып кірмекте. Кім ойлапты дейсіз, уақыт өтіп, оның қияллары хақиқатқа айлануын. Көшкінбай Шамыратовта қоян бағып, оны көбейтуді дәслебінде әфуайы бір қызығушылық деп қараған болса, енді оны хоббиге айландырды. Бүгін оның үй алды қитақ жер майданы қоялар менен толы. Мен баста төт қоянмен бастадым. Төт қоянды кейін неғылып, қызығушылық бастанды. Наманган бұлаятынан алдырдық. Новой Зеландия поротасын төртеуін алды бенді. Қызығушылық бастанды, сол төртеуі 30-дан зет болып туылды. Қазіргі күнде бір 100-ден зет қоянымыз бар. Сол аз сақталатыныз тез көбейді екен, тез неғылады екен, азық анау-мынау танламайды екен.
Шаңырақларда 6 ай бағылған қоян 3,5-4 килограмм көш береді. Ең бастысы қояннан 16 хатте 20-ға шамалас нәсіл алуы мүмкін. Көші диеталық өнім сыпатында тауық көшінен жоғары тұрады. Олардың тез көбеюі һәм өсуі сарп етілген қаржылардың тез қапланып кетуін тәмінлейді. Себебі қоянлар жыл давамында 5-6 мәрте хатте 10-ға шекем балалайды. Ұлыма бір қояннан жылына 50-60-ға шекем көжек алуы мүмкін. Қоян тез өседі һәм көбейеді. Ең тикарғысы үй алды қитақ жер майдаларында қоян бағу онша көп қаражет талап етпейді. Республикамызда бүгінгі күнде тикарынан ақ великан, Жаңа Зеландия, күлірен великан, Россия мордері, шинчилла нәсілдері көп бағылып жатыр. Бұл нәсілдер тез көбеюі салмағының ауыр келуіменен айрықшаланып тұрады. Көшкінбай Шамыратов тәжірибе сыпатында Жаңа Зеландия нәсілді қояларын бағып, бүгінгі күнде дәсілепкі нәтижелер көзге тасланып жатыр. Міне Новый Зеландия қоямыз, мына бұның салмағы 4-5 килограмм келеді. Қазір күнде міне туылғанына 3 айдан көп болды азынан міне. Бұл жемді аламайды. Кепек, кешер, капуста, жоңышқа беріп жатырмыз қазір күнде. Бір туғанда 10-12-сін туады. Азы 8-9 туады бұл. Барлық тарауларда болғаны сияқты қоян бағудың да бір қатар тәжірибе һәм ұсулары бар. Жаңа туылған көжектерді ашық һәм жауық кетеклерде сақлау, оларды ауқатландыруды да дұрыс жөлкемлестіру айрықша ахметке ие. Көшкінбай Шамыратов Қарақалпақстан Республикасы ветеринария һәм шаруашылықты рауаждандыру комитетінің қанегесі болғанлығы себеплі де бұл бағдарда үлкен білім һәм тәжірибеге ие. Мына балалары кеше Наманганнан келгеннен кейін мына туып бастап жатыр мына аналары. Бұл 3 ананың балалары да бұлар. Бүгінге дейін бүгін 27-ші күні балалардың несі, міне үлкелері, міне қояларым міне несін әкелдік, көжеклері 27 күн болды. Бүгін бүгінге ұсынды дәрежеге жетілсін міне қояларымызда. Мынау анасы, міне анасы да міне бірінші туымы, көжеклері бір туғанда 8-10 соған шейін туылады. Бұлар 40-45 күнде анасынан айырылып аламыз. Анық жүремінсе 60 күнге дейін анасының қасында жүреді. Үстіне еміп жүреді. Сонда 60 күнге айырып аламыз. Har qanday tinimsiz minnettam izlenuv maqsadga erishuvning tikari. Buni biz bugungi kunda qo'yanchilik bilan shug'ullanib o'tirgan Qo'shkinbay Shamuratov misolida da ko'rdik. Өмір әжайып күтілмеген сауғалары менен базда инсанды сыйлайды. Бірден 3 перзентті дүнияға келтіру болса, ата-анашын хақиқи бақыт. Аңлаған болсаңыз керек, келесі сюжетіміз осындай қызықты жаңалық хақында. Статистикалық маалыматларға мұражат етпесек те, кейінгі жылларда 3 егізеклердің туылуы көбейіп жатыр. Айгерім, Аяулым, Ұлдана. Кегел райондағы Жаңа Базар ауыл бұқаралар жиындағы Хамид Шүренбаевтың шаңырағында дүнияға келген 3 егізекке жақсы ниетлер менен ат қойылды. Өмір інам еткен күтілмеген сауғадан ата-аналар, шаңырақ ағзалары қуанышта. Бұл жаңалықтан хабар тапқан райондағы макеме шөлкемлерде кішкенелердің денсаулығына хабар алып, қол көмегін жәрдемін тегізуге асықты. Ананың һәм кішкенелердің денсаулығы har күні ітібарда. Нөкіс қаласын туу үйінде 3 қызды дүнияға келтірдім. Бірінші қызым Айгерім 1,9 болды. Екінші қызым Аярым 2,500 болды. Үшінші қызым Ұлдана 2,200 болды. Біздер бұнан жүдә қуаныштымыз. Бұрашлау уақытында келіп көріп тұрды. Енді басылы мәселе оларды саламат етіп тәрбиялау. Осы орында бір пікір. Тағдыр інам еткен әжайып сыйлық бұл сүйкімлі егізеклердің саламат болып өсуінде беймінет жәрдем көрсетсек те арзыр еді. Дүнияда пандемия давам етпекте, солар қатары мемлекетімізде де карантин талаплары негізінде тұрмыс тәрізіміз кешіп жатыр. Әсіресе көпшілік жиналатын орынларда әмел етілуі лазым болған талапларға ітібар қарату зәрір. Қарақалпақстан Республикасы транспорт министрлігі тарапынан өткерілген нәубеттегі рейд Нөкіс халықаралық аэропортында болды. Жолаушылар үшін Нөкіс халықаралық аэропортынан пандемиядан кейінгі паруазлар жолға қойыла бастағанлығынан хабарыңыз бар. Әлбетте, белгіленген талаплар негізінде. Аэропортта жолаушыларға карантин талапларынан келіп шығып көрсетіліп отырған қызметлер Қарақалпақстан Республикасы транспорт министрлігі тарапынан өткерілген рейд давамында бақыланды. Демек, бүгін аэропортта белгіленген талаплар нелерден ібарат? Аэропорт xodimlariga
shaxsiy himoya vositalari, qo'lqoplardan va niqoblardan foydalanish uchun berilmoqda. Shuningdek, yo'lovchilarga ham niqoblar va qo'lqoplar tarqatilmoqda. Tana harorati muntazam ravishda o'lchab borilmoqda. Agarda tana harorati yuqori bo'lgan xodimlar yoki bo'lmasa yo'lovchilar bo'lsa, ularni profilaktik muassasalarga qaytarib yuboriladi va tashxis qo'yish ishlari olib boriladi. Shuning bilan birgalikda charter reyslar Rossiyadan bizga kelib turmoqda. Ana shu charter reyslar bilan kelgan yo'lovchilar, bularga PCR analizlari olinmoqda. Көпшілік кіріп шығып тұратығын орын болғалықтан санитариялық талапларға әмел ету оғада әхметлі екенлігі инабатқа алынып, аэропортта har күні дезинфекция жұмысларын алып бару жолға қойылған. Өйткені карантин шектеулерінің жұмсартылуы коронавирус қаупінің артта қалғанлығын аңлатпайды. Тұрмыс тәрізімізге айланып үлгерген талапларға әмел ету өзімізге ғана пайдалы. Дөрітуші жәмәтіміз бенен біргелікте сіздің нәзеріңізге ұсынбақшы болғанларымыз ұсылардан ібарат еді. Баслану алдындағы жаңа минет хәптеңіз әуметлі келсін. Келесі эфир арқалы көріскенше сау саламат болың.